بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, Абу Лейс Ас-Самарқанди рахимахуллахтың Танбихул ғафилин атты кітабынан ұйқыда жатқандарды ояту атты кітабынан сабағымызды жалғастырамыз. Кітабымыздың мына жеріне келген едік. قال الفقيه رحمه الله، أبو ليس السمرقندي رحمه الله айтады: من أراد أن ينجو من عذاب القبر فعليه أن يلازم أربعة أشياء. Кімде-кім қабір азабынан аман қалғысы келсе, ол кісі мына төрт нәрсені үнемі жасап жүру керек. ويجتنب أربعة أشياء, және мына төрт нәрседен үнемі сақтанып жүру керек. أما الأربعة التي يلازمها, үнемі істеп жүруі тиіс болған төрт амал, олардың біріншісі فَمُحَافَظَةُ الصَّلَوَاتِ, 5 уақыт намазды өзінің уақытында оқу. وَصَدَقَةُ, және мүмкіндігі болған сайын садақа беріп жүру. وَقِرَاءَةُ الْقُرْآن, және Құран оқу. Төртінші وَكَثْرَةُ التَّسْبِيحِ, Алланы үнемі зікір етіп, тәсбих қылып жүру, тәсбих тартып жүру, Алланы ұлықтап жүру. Міне осы төрт нәрсені кімде-кім өзіне үнемі жасалатын амалдарынан қылса, Алла Тағала бұл кісіні қабір азабынан сақтайды екен. فَإِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاء, бұл төрт нәрсе تُضِيءُ الْقَبْرَ, қабірді нұрландырады. وَتُوَسِّعُهُ, және қабірді кеңейтеді, тар қабірді кең қылады екен. وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ الَّتِي يَجْتَنِبُهَا, үнемі адам баласы сақтанып жүру тиіс болған төрт нәрсе فَالْكَذِبُ, біріншісі өтірік айту. وَالْخِيَانَةُ, екіншісі қиянат жасау, біреудің аманатына қиянат қылу. Үшіншісі وَالنَّمِيمَةُ, өтірік намима, өрсек айту, біреудің сөзін біреуге тасу, араларын бұзу үшін сөз тасу. Төртіншісі уәл-бәулу, зәр. Осы төрт нәрседен сақтанып жүру. Өйткені бұл төрт нәрсе адам баласының қабірде азап шегуіне себеп болатын нәрселерден. فَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан мынандай хадис келген: أنه قال تنزهوا عن البول, зәрден сақтаныңдар. فإن عامة عذاب القبر منه, себебі қабір азабының көпшілігі ол зәрден сақтанбаудан болады. Яғни кіші дәретке барады, сол кіші дәреттің барлығы үстіне шашырайтын болса, оған мән бермейтін болса, немесе асығыс кіші дәретке барып, оның қалдықтарынан арылмай тұрып, іш киімін киіп алып, қалғанның бәрі киіміне ағатын болса, тамшылайтын болса, бұлар қабір азабына душар қылатын себептер болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде де айтады ғой, сахабалармен екі кісінің қабірінің жанынан өтіп жатқан кезде екеуі азап шегіп жатыр дейді. Қабірде екеуі азап шегіп жатыр дейді. Бұлардың азап шегулерінің себебі қабірде адамдар оны үлкен нәрсе деп ойламайды дейді. Адамдар оны үлкен нәрсе деп ойламайды. Солардың бірі өсек тасу дейді. Адамдардың арасында сөз тасу. Ал екіншісі болса, ол зәрден сақтанбау дейді. Сондықтан зәрден сақтанбау, адамдардың арасында олардың
қарым қатынасын бұзу үшін өсек тасу ол қабір азабына душар ететін себептерден болып саналады. Алла тағала бұндай нәрселерден сақ жүруді баршамызға нәсіп етсін. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан мынандай хадис риуаят етіледі. Инна Аллаха та'ала кариха лакум арбаан. Алла тағала сендер үшін мына 4 нәрсені ұнамсыз нәрсе деп бекітті дейді. Біріншісі әл-абасу фис-сала. Намазда тұрған кезде ойнап тұру. Яғни үстіндегі киіммен, саусағымен, бас киіммен, сақалымен, мұрнымен осы нәрселерді шұқылап, ойнап тұру. Бұл нәрсені Алла тағала сендер үшін ұнамсыз әрекет қылып бекітті дейді. Екіншісі уаллағу индал қираати. Құран оқып жатқан кезде немесе Құран оқылып жатқан кезде бос нәрселермен шұғылдану. Құран оқып жатқан кезде немесе Құран оқылып жатқан кезде бос нәрселермен шұғылдану. Құран оқылған кезде мұсылман ретінде біз не істеуіміз керек? Тыңдауымыз керек. Алла тағала Құранда айтады ғой: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Құран оқылған кезде фастамиу, оны тыңдаңдар, үнсіз отырыңдар. Бәлкім Алланың рахымы, мейірімі сендердің үстеріңе төгілер дейді. Сондықтан Құран оқыған кезде тыныш отырып, оны тыңдауымыз керек. Ал бос нәрселермен телефон шұқылап, сөйлесіп отыру, бұл нәрселер лағу, яғни бос әрекеттер екен. Сондықтан Алла тағала осы нәрселерді Құран оқылып жатқан кезде бос әрекеттермен шұғылдануды біз үшін макрух, яғни ұнамсыз әрекет етіп бекіткен екен. Сосын келесі уаррафасу фиссиями. Ораза ұстаған кезде эротикалық әңгімелерді айту. Рафас. Негізінде рафас деген сөз ол жыныстық қатынас деген мағына келеді, және жыныстық қатынасқа қатысты әңгімелер айту. Ораза білесіздер, ол ішіп жеуден және жыныстық қатынастан тыйылу. Енді ораза ұстаған кісінің ораза кезінде тыйым салынған нәрселермен шұғылдануы, немесе соған алып баратын іс-әрекеттермен шұғылдануы, ол ұнамсыз әрекеттерге жатады екен. Келесі уаддихку индал мақабир. Қабірлердің жанында, қабірдің, мазардың жанында күлу. Бұл ерсі әрекет. Қабірде күлу ерсі әрекет. Себебі қабірдің қасына барған кезде негізінде қабірге не үшін барады? Адам жерлеу үшін барады. Адамның зиярат ету үшін барады. Ол жердегі мақсат не болу керек? Бірінші кездегі мақсат ол өлімді еске алу. Қабірдегі жағдайымызды ойлауымыз керек. Ертең біз сол жерге барған кезде жағдайымыз қалай болады? Қабірде екі періште келіп сұрақ қойған кезде оған біз дұрыс жауап бере аламыз ба, бере алмаймыз ба? Міне осы сияқты нәрселерді ойлану керек. Сондықтан қабір ол күлетін жер емес, керісінше ол жер ғибрат алатын жер. Сондықтан да бұл осы 4 жағдайда айтылған 4 әрекет орынсыз әрекеттер болып саналады, және бұлар біз үшін Алла тағала бұларды ұнамсыз әрекеттер деп бекіткен екен. وروي عن محمد ابن السماك أنه نظر إلى مقبرة فقال. Мұхаммад ибн Сәпмәк, Алла ол кісіні рахмына бөлесін, бір қабірге қарап, бір кісінің мазарына қарап, бұлай деген екен: لا يغرنكم سكوت هذه القبور. Мына қабірдің үнсіз тұрғаны сендерді алдамасын дейді. Қабірдің үнсіз тұрғаны сендерді алдамасын. فينبغي للعاقل أن يكثر ذكر الموت قبل أن يدخله. Ақылды адам осы қабірге кірмей тұрып, өлімді көп еске алуы тиіс. فما أكثر المغمومين فيها. Өйткені осы қабірдің ішінде жатып, өкініп атқан қаншама адам бар дейді. Қабірде жатып, өкініп, мұңайып жатқан қаншама адам бар.
وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ إِسْتِوَاءُ الْقُبُورِ. Мына қабірдің бір келкі болып тұрғаны да сендерді алдамасын дейді. Бір-біріне ұқсап, бір келкі тұрғанына сендерді алдамасын. فَمَا أَشَدَّ تَفَاؤُتُهُمْ فِيهَا. Ол жерде адамдардың жағдайы шын мәнінде әртүрлі дейді. Біреуі тозақтың шұңқырында жатыр, біреуі жәннаттың бақшасында жатыр. Сондықтан ол жердегі жатқан адамдардың жағдайлары әртүрлі. Ал оның сыртының бір келгі болып тұрғандары сендерді алдамасын. Және ол қабірдің тыныш жатқанында сендерді алдамасын. Оның ішінде қаншама азап шегіп жатқан адамдар бар. Сондықтан сол қабірге кірмей тұрып, ақылды адам өлімді жиі-жиі еске алсын деп насихат айтқан екен. Қала Суфиян ас-Саури рахимахуллах. Суфиян ас-Саури, Алла оны рахмына бөлесін, былай дейді: "Ман аксара зикрал қабри ваджадаху раудатан мин риядил жанна." Кімде-кім қабірді көп еске алатын болса, ол қабірді өзіне жәннат бақшаларынан бір бақша екендігін табады. "Ва ман ғафала анху." Ал кімде-кім қабірді зікір етпейтін болса, ваджадаху хуфратан мин хуфарин нар. Ол барған кезде ол қабірдің тозақ отынан бір шұңқыр екенін, тозақтың бір шұңқыр екендігін көреді. Кімде-кім қабірді жиі еске алатын болса, ол барған кезде қабірді жәннаттың бақшаларынан бір бақша екендігін көреді. Ал кімде-кім ұмытып еске алмаса, онда ол тозақтың шұңқырларынан бір шұңқыр екендігіне көз жеткізеді дейді барғанда. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال في خطبته. Hazreti Ali radıyallahu anhu өзінің бір хутбасында былай дейді: "Я ибадаллах, ал-маута ал-маута." Ей Алланың құлдары, өлімді көп еске алыңдар, өлімді көп еске алыңдар. "Фалейса минху фаутун." Одан қашу жоқ, өлімнен қашу жоқ. "Ин ақтамтум лаху ахадакум." Сендер өлімге қарай жүрсеңдер де, өлім сендерді алады. "Уаин фарартум минху адракакум." Сендер өлімнен қашсаңдар да, өлім сендерге қуып жетеді. "Ал-мауту мақудун бинавасикум." Өлім ол сендердің маңдайларыңа жазылып қойған. Одан ешкім қаша алмайды. "Фан-наджата фан-наджата." Сондықтан да өлімнен кейінгі болатын жағдайдан құтылуға әрекет жасаңдар, құтылуға әрекет жасаңдар. "Ал-ваха ал-ваха. Фа-инна вараакум талибан хасисан." Өйткені сендердің қыр соңдарыңа түсіп, арттарыңнан қалмай келе жатқан өлім бар. "Ва хуал қабр." Ол сендердің қыр соңдарыңнан қалмай арттарыңнан келе жатқан нәрсе ол қабір. "Ала ва иннал қабра раудатун мин риядил жанна." Естерінен шығармаңдар, қабір ол жәннат бақшаларынан бір бақша. "Ау хуфратун мин хуфарин ниран." Немесе тозақ шұңқырларынан бір шұңқыр. "Ала иннаху ятакалламу фи кулли йаумин саласа марратин." Қабір, жер, қабір күнде 3 мәрте былай деп сөйлейді екен: "Фаяқулу ана бейтул залама." Мен қап-қараңғы қара түнек үйімін дейді. "Ана бейтул вахшати." Мен жалғыздық үйімін. "Ана бейтул дидан." Мен ішінде құрт құмырсқа, жылан шаян бар үйімін. "Ала ва инна вара'a заликал йауми йауман ашадда мин заликал йаум." Естеріңде болсын, қабірден кейінде одан да ауыр күн бар. "Йауман яшибу фихи ас-сагир." Қабірден кейінгі одан да ауыр күнде яшибу фихи ас-сагир. Жап-жас бала, шашы аппақ болып қартайып кетеді. Сол қабірден кейінгі болатын қиямет күнінің ауырлығын айтып жатыр. Оның салмағын айтып жатыр. Жап-жас бала, шашы ағарып, шал болып кетеді. Оны көрген кезде. "Уаскару фихил кабир." Үлкен адам, ақыл есі орнында адам, ақыл есі сау кісі, мас адам сияқты есін жоғалтып алады ол күні.
وَتَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ. Бала емізіп отқан әйелдер емізіп отқан баласын есінен шығарып алады. Білеміз ғой, біз ана баласын емізген кезде бүткіл мейірімін соған төгіп емізеді. Бар ойының бәрі баласы болады. Басқа нәрселерді ұмытып кетеді бала емізген кезде. Бірақ қияметтің ауырлығы соншалық, ана емізіп отқан баласын есінен шығарып қояды сол кезде. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Бүткіл буаз, жүкті адамдар, жануарлар барлығы ішіндегі жүктерін тастап қояды. Түсік тастап қояды қияметтің ауырлығынан. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. Адамдарды бір мас сияқты, құдды бір мас адамдар сияқты көресің. Ішпеген, ешнәрсе ішпеген, бірақ мас адам сияқты теңселіп, естері орнында емес, естері ауысқан күйде көресің. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. Әсілінде олар мас емес. وَلَكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Олардың мас құсап жүруінің себебі Алланың азабының қаттылығынан, ауырлығынан екен. أَلَا وَإِنَّ وَرَاءَ ذَلِكَ الْيَوْمِ يَوْمًا أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ نَارًا. Естерінде болсын, одан кейін де, одан да қатты күн бар. Ол тозақ күні, тозаққа түсетін күн. حَرُّهَا شَدِيدٌ. Оның ыстығы өте қатты. وَقَعْرُهَا بَعِيدٌ. Оның тереңдігі өте терең, түбі жоқ. وَحُلِيُّهَا حَدِيدٌ. Ол жердегі адамдардың тағатын зергерлік сән бұйымдары оттан жасалған темір болады, қыздырылған темір болады. وَمَاءُهَا صَدِيدٌ. Ол жерде ішілетін су, ішімдік, олар ірің болады. لَيْسَ لِلَّهِ فِيهَا رَحْمَةٌ. Ол жерде Алла Тағаланың мейірімі болмайды. قَالَ فَبَكَى الْمُسْلِمُونَ بُكَاءً شَدِيدًا. Осы жерде Хазіреті Али радиаллаху анхудың осы хұтпасын естіп отқан жамағат өкіріп барлығы жылап жібереді. فَقَالَ وَإِنَّ وَرَاءَ ذَلِكَ الْيَوْمِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Сол кезде еңсесі түсіп кеткен жамағатты Хазіреті Али радиаллаху анху қуанту үшін сол жағы хал күйден оларды басқа хал күйге алып бару үшін жәннат туралы да айтады. فَقَالَ وَإِنَّ وَرَاءَ ذَلِكَ الْيَوْمِ جَنَّةٌ. Бұл қиямет күнінен кейін жәннат күні де бар. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Ол жәннаттың кеңдігі, аспан мен жердің кеңдігі қанша болса, о да сондай кең. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Ол жәннат Алладан қорқатын тақуа құлдар үшін әзірленген, дайындалған. أَجَارَنَا اللَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَأَحَلَّنَا وَإِيَّاكُمْ دَارَ النَّعِيمِ. Осы хұтпасының соңында Хазіреті Али радиаллаху анху былай деп дұға қылады: أَجَارَنَا اللَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ. Алла Тағала өзінің қатты азабынан баршамызды аман алып қалсын, құтқарсын. وَأَحَلَّنَا وَإِيَّاكُمْ دَارَ النَّعِيمِ. Бізді және баршамызды, сіздерді де өзінің жәннат жұртына, жәннатына орналастырсын деп дұға қылған екен. وروي عن أسيد ابن عبد الرحمن أنه قال. أسيد ابن عبد الرحمن былай деген риуаят етіледі: بلغني أن المؤمن إذا مات فحمل. Маған жеткен риуаятта, егер мұъмин кісі қайтыс болып, оны қабірге қарай алып бара жатқан кезде, қала, мұъмин кісі былай деген: أسرعوا بي. Тез, мені қабірге тезірек алып барыңдар дейді екен. فَإِذَا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ كَلَّمَتْهُ الْأَرْضُ. Ол өзінің лахқа қойылған кезде, қабіріне қойылған кезде, қабір, яғни жер оған былай деп айтады екен: وَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ أُحِبُّكَ. Мен сені жақсы көруші едім. وَأَنْتَ عَلَى ظَهْرِي. Сен менің үстімде жүргенде мен сені жақсы көруші едім. فَأَنْتَ الْآنَ أَحَبُّ إِلَيَّ فِيَّ بَطْنِي. Ал сен қазір менің ішімдесің, мен сені бұрынғыдан да қатты жақсы көремін дейді екен. Жердің өзі мұъмин кісіні қошеметпен, жақсы сөзбен, ізzetпен қарсы алады екен. وَأَمَّا إِذَا مَاتَ الْكَافِرُ. Ал кәпір кісі қайтыс болған кезде,
фахумила, қайтыс болып оны жерлеуге апара жатқан кезде қола былай дейді екен. Өліп қалған, бірақ оның дауысын ешкім естімейді. Ирджиу бия, мені қайда алып барасыңдар? Қайтадан мені үйіме алып барыңдар, өзімнің орныма алып барыңдар, қайда алып барасыңдар деп айтады екен. Фаида вудиа фи лахтихи, ол қабіріне қойылған кезде калламатхул арду фақалат, жер оған былай деп сөйлейді. Кунту убғидука ва анта аля захри, сен менің үстімде жүрген кезде мен сені жек көруші едім дейді. Фа антал ан абғаду илейя, қазір сен менің қойныма келдің, қойнауыма келдің, мен сені бұрынғыдан да қатты жек көремін деп жер оған өзінің қарсылығын айтады екен. Варуя ан Осман ибн Аффан радияллаху анху, Осман ибн Аффаннан келген риуаятта ол аннаху вақафа аля қабрин фабака. Осман ибн Аффан радияллаху анху пайғамбарымыздың сахабаларының бірі, исламдағы 3-ші халифа. Ол кісі бір қабірдің жанына келіп тоқтаған кезде фабака жылап жібереді. Қабірдің жанында жылап жібереді. Фақила лаху, оған былай дейді. Иннака тазкуру джанната ван нара ва ла табки. Сен жаннатты есіңе алған кезде, тозақты есіңе алған кезде жыламайсың. Ва табки мин хаза, ал қабірге келген кезіңізде жылайсыз. Бұның себебі не деген кезде фақала, ол былай дейді. Инна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама қал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам былай деген. Ал-қабру ауалу манзилин мин маназилил ахира. Қабір ақиреттегі аялдамалардың ең біріншісі дейді. Ақиретке көшкен кездегі адам баласы аялдайтын аялдамалардың біріншісі ол қабір дейді. Фаин наджал абду минху, егер құл сол бірінші аялдамадан аман қалатын болса, фама ба'даху айсару минху, кейінгі аялдамалар оған жеңіл болады. Ваин лам янжу минху, ал егер пенде сол бірінші аялдамадан аман шықпайтын болса, фама ба'даху ашадду минху, кейінгісі одан да қиын болады. Сол себептен де қабірді көрген сайын халім нешік болады деп жылаймын деген мағынада Осман радияллаху анху жауап берген екен. Варуя ан Абдул Хамид ибн Махмуд ал-Муғауили қала. Абдул Хамид ибн Махмуд былай дейді. Кунту джалисан инда ибн Аббасин. Ибн Аббас радияллаху анхудың қасында отырған кезімде фаатаху қаумун, оған бір топ кісі келді. Фақалу, олар былай дейді. Хараджна худжаджан ва ма'ана сахибун лана. Біз қажылыққа шыққан едік дейді. Қажылық сапарға шыққан едік, қасымызда бір досымыз бар еді дейді. Хаттан тахайна иля хаййин затус сафах. Затус сафах деген бір ауданға келген кезімізде фамата, қасымызға лесіп шыққан, қажылыққа шыққан досымыз, сапарласымыз қайтыс болды дейді. Фахайяна лаху, кейін оны біз жаназаға дайындадық, жуындырдық, кебіндедік. Сумман талақна, кейін кетіп, фахафарна лаху қабран ва лахдан, оған қабір және лахт қаздық. Қабір, қабірдің ішінен бөлмесін қаздық. Фаида нахну би асвада қад мала ал-лахта, яғни би асвад ал-хайя. Лахтты қазып атқан кезімізде, сол қазып атқан жеріміздің іші қап-қара жыланға толып тұрғанын көрдік. Лахттың іші жыланға толып тұрды. Фатаракнаху, сөйтіп ол жерді тастадық та, фахафарна лаху фи маканин ахара, басқа жерге барып, басқа жерден қабір қаздық дейді. Фаида нахну би асвада мала ал-лахта, ол жерде де лахттың ішіндегі бөлмешігін қазып атқан кезімізде, ол лахттың іші де қап-қара жыланға толып жатыр дейді. Фахафарна лаху сализан, сосын үшінші жерден барып тағы да қабір қаздық. Фаида би асвада мала ал-лахта, ол жерде де қабірдің іші жыланға толы болып шықты дейді. Фатаракнаху ва атайнака, сөйтіп оны қоя салдық та сізге келдік дейді Абдулла ибн Аббас радияллаху анхуға. Қала ибн Аббас, Абдулла ибн Аббас радияллаху анху былай дейді.
Ол жыландардың барлығы оның дүниеде істеген жаман істері дейді. Алдынан шығып жатыр дейді. Дүниеде істеген жаман істері алдынан сол жылан болып шығып жатыр дейді. Барыңдар да сол сапарластарыңды қайтыс болған, сол қазған қабірлердің біреуіне көміңдер дейді. Аллаға аншып айтайын дейді, егер сендер бүткіл жерді қазып шықсаңдар да, ол барлығын қазған жерлердің барлықтарынан жылан шығар еді. Одан қашып құтыла алмайды дейді. أخبروا قومه فوالله لوجدتموه فيها أخبروا قومه. Сосын олар барып қауымына осы жағдайды айтады. فقال انطلقنا فدفناه في بعضها. Бардық та сол қазған қабірлеріміздің біреуіне барып оны көмдік дейді. فلما رجعنا, кейін қажылықтан қайтқан кезімізде أتينا أهله بمتاع له كان معنا. Кейін сол бізбен бірге шыққан кезінде жанында болған заттарын біз алып кеткен едік, аманат қылып. Кейін қажылықтан келгеннен кейін сол заттарды үйіне, отбасына апарып берейік, қайтарып берейік деп апарып бердік. Сол кезде фақулна лимраатихи, әйелінен сұрадық дейді. Ма кана лаху мин амалин, сенің күйеуің қандай амал жасаушы еді, не істеуші еді деп жайлап сұрадық дейді. Қалат кана ябиу таам, ол бидай сатушы еді. Yani el-hinta, yani biday satuшы еді. وَكَانَ يَأْخُذُ كُلَّ يَوْمٍ قَدْرَ قُوتِهِ. Сол сататын бидайдан күнде өзінің жетінің алып қалатын дейді. ثُمَّ يَفْرِضُ لِقَصَبٍ مِثْلِهِ وَمِنَ الْكَعْبَرَةِ. Кейін сол сататын бидайдың ішіне өзінің жетінің алып қалып, қалғанына сабан, топанды араластырып жіберетін дейді бидайға. Yani عيدان الطعام. Сол бидайдың сабанын, топанын араластырып жіберетін. Фаюлқихи фихи, соның ішіне тастайды. Сөйтіп адамдарды алдап сатушы еді. Бұл қиянат. Бағана айтты ғой, қабір азабынан сақтанудың жолдарының біреуі, 4 нәрседен сақтану керек, солардың біреуі қиянаттан сақтану. Егер біз затымызды, тауарымызды сатқан кезімізде адамдарды алдап сататын болсақ, оған мысалы бидайға топырақты араластырып, құмды араластырып, болмаса басқа бір нәрселерді араластырып жататын болса, бұл қиянат. Қиянат ертең қабірде алдымыздан азап болып шығады екен. قال الفقيه رحمه الله, أبو ليث السمرقندي رحمه الله айтады: في هذا الخبر دليل على أن الخيانة سبب لعذاب القبر. Бұл хабарда, бұл риуаятта қиянаттың қабір азабына душар ететіндігіне дәлел бар. Қиянат ол қабір азабына душар етеді. فكان فيما رأوه عبرة للأحياء ليمتنعوا من الخيانة. Енді олардың сол көргендері, қабірдегі жыланды көргені, бұлар тірілер үшін не болып саналады? Ғибрат болып саналады. Олар да қиянат жасаудан не қылсын? Сақтасын. Сондықтан саудамызда әділ болуымыз керек. Шірігендерін, немесе жарамайтын нәрселерді араластырып, ішіне тығып, сату, таразыдан жеу, бұлардың барлығы қиянат. 4-5 тиын табатын шығармыз елді алдап. Бірақ Алланы алдай алмаймыз ғой. Ертең соның бәрі алдымыздан шығатын болады. Барына, азына қанағат қылып, ақиретін ойлап, ақиретін құтқарса, одан артық нәрсе бар ма адам баласына? ويقال إن الأرض تنادي كل يوم 5 مرات. Жер күнде мына 5 сөзді бізге ескертіп отырады екен. Әрине біз оны естімейміз, бірақ риуаят арқылы біліп отырмыз. أول نداء تقول. Жердің айтатын 5 үндеуінің бірі: Ябна Адам, ей адам баласы, тәмши аля захри, сен менің үстімде жүрсің.
Бірақ сен қайтатын орның менің ішім дейді, менің қойнауым дейді. Қазір тірі жүрген кезде үстімде жүрсің, бірақ қайтатын орның менің қойнауым дейді. Екінші айтатыны, ябна адам, ей адам баласы, менің үстімде жүріп, неше түрлі нығметтерді, жеміс жидектерді, неше түрлі ас тағам жейсің. Бірақ менің қойнауыма келген кезіңде сені құрт құмырсқа жейтін болады. Үшінші айтатыны, ябна адам, ей адам баласы, менің үстімде сен күліп жүрсің, қарқылдап күліп жүрсің. Бірақ мен ішіме, қойнауыма келген кезде жылайтын боласың. Айтатын төртінші сөзі, ябна адам тафраху аля захри, сен менің үстімде қуанып, мәз-мейрам болып жүрсің. Бірақ менің қойныма келген кезде мұңайып, қайғыратын боласың. Бесіншісі, айтатын бесінші өсиеті, немесе үндеуі, ябна адама тузнибу аля захри, ей адам баласы, сен менің үстімде күнә жасап жүрсің. Бірақ менің қойнауыма, ішіме келген кезіңде сол жасаған күнәң үшін азапталатын боласың деп, осы бес нәрсені жер үнемі күнде бізге ескертіп отырады екен. Амр ибн Динар бұлай дейді, рахимахуллах, кана раджулун мин ахлил мадинати лаху ухтун фи нахиятил мадинати. Бір кісінің Мәдина қаласының шет жағында тұратын әпкесі бар еді. Әпкесі, қарындасы бар еді. Фаштакат, ауырып қалады. Факана я'тиха яудуха. Ағасы, жаңағы кісі өзінің әпкесін барып зиярат қылып, қал жағдайын сұрап жүретін. Сумма матат. Кейін сол аурудан қайтыс болады. Әпкесі қайтыс болады. Фажахазаха ва хамалаха иля қабриха. Оны жуындырып, кебіндеп, сосын қабірге алып барған кезінде, фаламма дуфинат ва раджаа иля ахлихи. Кейін оны жерге қойып, қабірге қойып, еліне қайтқан кезде, үйіне қайтқан кезде, закара аннаху насия кайсан кана мааху. Сол қабірді қазған кезде өзімен бірге алып барған сумкасын қабірдің ішінде қалдырып кеткенін есіне түсіреді. Фастаана бираджулин мин асхабихи. Сосын достардың біреуіне барып, маған көмектесші дейді. Қабірде затым қалып кетті. Барып соны қазып алайық дейді. Фаатаял қабра, екеуі қабірге келеді. Фанабашаху, сол қазғанды қайтадан ашады. Фаважадал кайса, сол жерден өзінің затын табады, сумкасын табады сол жерден. فقال الرجل تنحى حتى أنظر على أي حال أختي. Сол кезде әлгі кісі қасындағы досына былай, тұра тұршы, мен әпкем не істеп жатыр екен, көре салайыншы, қалай жатыр екен деп көре салайыншы деп лахтын ашып көрген кезде, فرفع بعض ما كان على اللحد, сол лахтағы топырақты былай ашып көрген кезде, فإذا القبر مشتعل نارا. Қабірдің іші отқа толып жанып атқанын көреді. Фараддаху фасауал қабра. Қорыққаннан дереу лахтың аузын жауып, қабірді бекітіп, фараджа иля уммихи, сөйтіп үйіне келеді. Үйіне келіп, анасынан сұрайды. Фақала ахбирини амма канат ухти алейхи. Менің әпкем не нәрсемен айналысушы еді, сіз білетін бедіңіз, айтыңызшы деп анасынан сұрайды. Фақала وَلِمَ تَأْسَلُ عَنْ أُخْتِكَ وَقَدْ هَلَكَتْ. Сен әпкеңнің не істеген қайтесің, ол қайтыс болды ғой, не қыласың оны сұрап дейді. قَالَ فَأَخْبَرَتْهَا. Сонда анасына әпкесінің қабірдегі жағдайын айтып береді. قَالَتْ, анасы былай дейді. كَانَ أُخْتُكَ تُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ. Сенің әпкең намазды кешіктіріп оқитын.
ولا تصلي بطهارة تامة. Намаз оққан кезде дәретті толық алмайтын. Дәретті қалай болса солай ала салатын. وكانت تأتي أبواب الجيران إذا ناموا. Көршілер ұйықтап жатқан кезде есігінің алдына баратын. فَتَلْقَمُ أُذُنُهَا أَبْوَابَهُمْ. Сөйтіп құлаған есіктеріне тосып, олардың сөздерін тыңдайтын дейді. فَتُخْرِجُ حَدِيثَهُمْ يعني أنها كانت تستمع الحديث لكي تمشي بالنميمة. Барып солардың сөзін естіп, олардың сөзін басқа біреулерге жеткізу үшін, өсек қылу үшін біреулердің әңгімесін тыңдайтын дейді. وَهُوَ, міне бұл нәрсе сәбәбу азабил қабри. Қабір азабына душар ететін себептердің бірі дейді. Қиянат жасау, намазды дұрыс оқымау, дәретті дұрыс алмау, толық алмау, біреудің сөздерін естіп, кейін оны басқа біреуге жеткізу, өсектеу, осы нәрселердің барлығы адам баласын қабір азабына душар ететін амалдар екен. Алла Тағала осы нәрселерден сақ болып жүруді баршамызға нәсіп етсін. فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْجُوَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. Кімде-кім қабір азабынан аман болғысы келсе, فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَرَّزَ عَنِ النَّمِيمَةِ. Өсектен сақ болсын. Өсек айтқан тәтті нәрсе рахат сияқты көрінеді адам баласында, біреуді өсек деген. Бірақ ол ондай нәрсе емес. Жеңіл нәрседе құсап көрінетін шығар адам баласына, бірақ ақиретте оның салдары өте ауыр болады. وَعَنْ سَائِرِ الذُّنُوبِ. Сонымен қатар күнәнің басқа түрлерінен де сақ жүру керек. لِيَنْجُوَ مِنْ عَذَابِهِ. Қабірдің азабынан аман қалу үшін. وَيَسْهُلَ عَلَيْهِ سُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ. Мұнкар мен накирдің қабірдегі сұрағы жеңіл болу үшін, содан жеңіл өту үшін өсектен, сонымен қатар басқа да күнәнің түрлерінен сақ жүру керек екен. Қал Аллаху Та'ала, Алла Тағала Құранда былай дейді: Юсаббиту Аллаху лазина аману бил қаули сабити фил хаяти дуния ва фил ахира. Бұл аяттың мағынасы Юсаббиту Аллаху, Алла Тағала нық қылады. Аллазина аману, иман келтіргендердің қадамын, аяғын нық қылады. Бил қаули сабити, нақты сөзбен олардың қадамын нық қылады. Фил хаяти дуния, дүние өмірінде, о фил ахирати, және ахиретте. وروي عن البراء بن عازب رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. Сахаба Әл-Бара ибн Азибтан мынандай риуаят келеді: Иза суилал муслиму фил қабри. Мұсылман кісі қабірде сұралған кезде, мұнкар накир тарапынан сұралған кезде, фаяшхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Ол мұнкар накир сұраған кезде, Алладан басқа ешқандай құдайдың жоқ екеніне куәлік етемін, және Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның Алланың елшісі екендігіне куәлік етемін деп айтады. Фазалика қаулуллахи та'ала. Міне оның осы сөзі, қабірдегі мұнкар накир сұраған кездегі осы жауабы, калима шахадатты айтып берген жауабы, фазалика қаулуллахи та'ала. Осы сөз ол Алла Тағаланың Құранында айтқан мына сөзі дейді. Юсаббитуллаху лазина аману бил қаули сабити фил хаяти дуния ва фил ахира. Алла Тағала иман келтіргендерді дүниеде және ақиретте нақты сөзбен, нақты сөз деген бұл калима шахадат екен. Яғни Алла Тағалаға және оның елшісіне куәлік ету. Осы сөзбен оның қадамын, оның аяғын нық қыламыз дегені осы қабірдегі нық берген жауабы екен. ويكون التثبيت في ثلاثة أحوال. Адамның қадамының және жауабының нақты болуы ол үш жағдайда жүзеге асады екен. Үш кезде, үш жағдайда нақты жауап береді екен. Лиман кана муъминан мухлисан мути'ан лиллахи та'ала. Әрине, егер мұъмин болса, ықыласты құл болса, Аллаға итағат етіп жүрген пенде болатын болса, үш жерде Алла Тағала оны қадамын нық қылып берік қылады екен.
Біріншісі фи хали муайянати малакил маут. Өлім періштесін көрген кезде мұмин кісінің, ықыласты кісінің, Аллаға итағат етуші кісінің Алла Тағала аяғын берік қылады екен, нық қылады екен. Ойында шашыратпайды, нық қылады. Уассаниха, екіншісі фи хали суали мункарин ва накирин. Қабірге жерленіп, мункар накир сұрақ алуға келген кезде Алла Тағала оны бекем қылады екен. Және олардың сұрақтарына нақты жауап береді екен. Уассалису, үшіншісі фи хали суалихи индал мухасабати яумал қияма. Қиямет күні Алла Тағала оны есепке тартқан кезде Алла Тағаланың алдында ол нақты жауаптарды беріп, Алла Тағала оның аяғын бекем қылады екен. Осы үш жерде Алла Тағала мұмин кісіні аяғын бекем нық қылып басқызады екен. فأما التثبيت عند معاينة ملك الموت فهو على ثلاثة أوجه. Өлім періштесі келген кезде, мұмин кісінің жанын алуға өлім періштесі келген кезде, мұминнің соның қарсысында, соның жанында тұрып, оның Алла Тағала ойын, санасын, аяғын бекем қылуының үш несі бар екен, үш түрі бар екен. Біріншісі, қалай Алла Тағала мұмин құлды өлім періштесі келген кезде оны бекем қылады? Біріншісі мынау. Әл-исмату минал куфри, Алла Тағала оны күпірліктен аман қылады. Ва тауфиқил истиқамати аля таухид, және таухид, яғни шынайы иманда түзу жүруіне Алла Тағала жәрдем береді. Хатта тахруджа рухуху ва хуа алал ислам. Яғни ол кісі тірі жүрген кезінде күфірден аман болады, және ол Алланың жолында түп-түзу жүреді. Қай уақытқа шейін? Өлім періштесі келгенге дейін. Міне Алла Тағала осылай оны бекем болады екен. Уассани, екіншісі, өлім періштесі келген кезде пенденің, мұмин құлдың аяғының бекем болуы, соның екінші түрі мынандай. Ән тубашшираху әл-мәләикату бир-рахмати. Өлім періштесі келген кезде періштелер оны сүйіншілейді екен. Алланың мейірімі болады, Алланың рахымы болады. Сен Алланың мейіріміне, рахымына бөленесің деп, періштелер оны сүйіншілейді екен. Бұл нәрсе Алла Тағаланың сол өлім періштесі келген кезде өзінің пендесінің аяғын не қылуы, нық қылуы, бекем қылуы деген мағынаға келеді екен. Уассалису, үшіншісі, ән яра мауди'аху минал джаннати. Өлім періштесі келген кезде мұмин пенденің бекем болуының үшінші түрі, ол өлім періштесі өзіне келген кезде жәннаттағы орнын көруі. Жәннаттағы орнын көруі. Міне осылай үш түрде Алла Тағала өзінің пендесін, өзіне иман келтірген ықыласты пендесін өлім періштесі келген кезде осы үш түрлі жолмен аяғын нық қылып бекем қылады екен. Сонымен қатар мұмин пенденің қабірде бекем болуы, аяғының нық болуының үш түрі бар екен бұның да. Біріншісі, ән юлаққинахуллаху та'ала сауаба. Алла Тағала қабірде мұмин пендесіне дұрыс жауап беруді нәсіп етеді. Яғни, періштелер сұрақ қойған кезде, оның құлағына Алла тарапынан дұрыс жауаптар келіп жатыр. Хатта юджибахума бима ярда анху ар-рабб. Яғни Алла Тағала өзі разы болатын жауаптарды келген мункар накир періштеге беруі үшін мұмин пендесінің құлағына сол сөздерді, жауаптар, дұрыс жауаптарды құлағына естіртіп қояды екен. Уассани, екіншісі, ән язула анху әл-хауфа вәл-хайбата вәл-дахшата. Алла Тағала қабірде мұмин пендесінің аяғын нық қылып, оны бекем қылуының екінші түрі қабірдегі. Ол өлім періштесі келген кезде Алла одан қорқу сезімін алып қояды екен.
періштелердің айбаттылығын алып қояды. Және өзінің құлын сасқалақтатпайды, ойын жинақы қылады екен. Осылай оны қабірде бекем қылады. Уассалису үшіншісі ән яра маканаху фил джаннати фаясирул қабру раудатан мин риядил джанна. Екі періште келген кезде Алла Тағала өзінің мұъмин пендесіне көзіне жәннаттағы орнын көрсетіп қояды екен. Ол жәннаттағы орны ол үшін, қабір ол үшін жәннат бақшаларының бір бақшасына айналып кетеді. Сол кезде пендеде қабірде екі періште келген кезде өзіне деген сенімділік пайда болады. Алла Тағала осы арқылы оның аяғын бекем, нық етіп қояды екен. Ал енді мұъмин пенденің Алла Тағала одан есеп алып жатқан кезде, одан осы дүниедегі жасаған амалдары үшін есеп алып жатқан кезде аяғының нық болуына келетін болсақ, оның да үш түрі бар екен. Біріншісі ән юлақинаху әл-худжата амма ясәлу анху. Одан дүниеде жасаған бір амалы үшін, мысалы, іліміңді қайда жұмсадың? Ілім бердік, не істедің? Байлық бердік, не істедік? Осыншама ғұмыр бердік, өмірінде не істедің деп, одан есеп алып жатқан кезде Алла Тағала пендесіне әрбір жауабына дәлелдер беріп қояды екен. Көкейіне салып қояды. Әр сұраққа жауап беріп жатқан кезде барлығына дәлелмен жауап береді. Сол дәлелмен жауап беруге Алла Тағала өзі көмектесіп отыр. Осылай оның аяғын есеп алып жатқан кезде Алла Тағала нық етіп қояды екен. Уассани екіншісі ән ясула алейхил хисаб. Есеп беруді жеңіл қылып қоюы. Бұл да Алла Тағаланың қиямет күнінде пендесінен есеп алып жатқан кезде оның аяғын нық қылу, оны бекем қылуының екінші түрі есебін жеңіл қылуы. Үшіншісі ән етажауаза анху залала уал хатая. Майда күнәлары, қателіктері, кемшіліктері, ол нәрселердің барлығын Алла Тағала не қылмауы, олардың есеп алмауы. Осылай оның пендесінің аяғын қияметте есеп алған кезде Алла бекем етіп қояды екен. Ал егер майда шүгесіне дейін әрбір нәрсеге есеп алатын болса, ол кезде пенденің жағдайы қиындайды. Сондықтан Алла Тағала пенденің аяғы нық болсын, бекем болсын деп, кейбір қателіктерін, кемшіліктерін ол жерде Алла Тағала үстін жауып қоя салады екен. ويقال التثبيت في أربعة أحوال. Ғалымдарымыз айтады, Құранда Алла Тағала дүниеде және ақиретте мұъмин пендесінің аяғын бекем қылады, ол нақты сөз айту арқылы Алла Тағала оны бекем етіп қояды деген аяттағы айтылған, ол жерде Алланың бекем қылып қоюы төрт жағдайда жүзеге асады екен. Төрт жерде. Біріншісі индал маут, өлім кезінде Алла оған бекемдік беріп қояды. Уассани екіншісі фил қабри хатта юджиба била хауфин, қабірде береді бекемдік, қорқынышпен жауап бермес үшін. Өзіне деген сеніммен, сенімділікпен жауап беру үшін Алла Тағала пендесін аяғын бекем етіп қояды. Уассалису үшіншісі индал хисаб, есеп берген кезде. Уаррабиу төртіншісі хатта ямарра калбарқил хатифи. Төртіншісі сират көпірінен өткен кезде. Сират көпірінен өткен кезде бекем болады. Яғни ол бір жарқ еткен найза құсап өтеді де кетеді. Бұл қияметтегі Алла Тағаланың өзінің пендесінің аяғын нық бекем етуі, оны яғни шалынысып құлаудан сақтауы, қателесуден сақтауы екен. فإن سئل عن عذاب القبر كيف هو؟ Енді Абу Лайс әс-Самарқанди рахимахулла былай дейді. Егер біреу сұраса дейді, қабір азабы ол қалайша болады деп сұраса, қабір азабы. Қиля лаху, оған былай делінеді. Қад такаллама ал-уламау фихи ва ихталафат ар-риваяту фихи.
Енді қабір азабының қалай болатындығы жөнінде ғалымдардың бұған айтқан сөздері бар, және бұған қатысты келген риуаяттарда әртүрлілік бар. Қабір азабының қалай болатындығы жөнінде әртүрлі нелер бар, риуаяттар бар. Ғалымдардан да әртүрлі көзқарастар айтылған. Фақала баъдухум, ғалымдардың кейбір айтады, туджалу руху фи жасадихи. Қабір азабын тартатын кезде рух адамның денесіне, тәніне қайтарылады. Қайтарылады. Кама кана фи дуния фаяджлису. Дүниеде қандай болса, дүниеде тәнімізде қазір жанымыз бар, рухымыз бар. Дәл осы дүниедегі сияқты жаны тәніне қайтарылады, отырғызылады, солай азап шегеді, азапталады. Вақала баъдухум, кейбіреулер айтады, якуну суалу лиррухи дунал жасад. Кейбіреулер айтады, қабірде сұрақ жауап ол рухқа болады дейді. Сұрақты рухтан алады, тәннен алмайды дейді. Яғни азапты да тән шекпейді, рух шегеді дейді. Вахина идин тадхулу руху фи жасадихи иля садрихи. Ол кезде рух тәнінің мынау кеуде тұсына шейін ғана кіргізіледі, басқа жерінде болмайды. Вақала баъдухум, кейбіреулер айтады, такуну руху байна жасадихи ва кафанихи. Рух дене мен кебінің арасында ғана болады дейді. Дененің ішінде емес, рух кебі мен дененің арасында болады. Ва фи залика куллихи қад жаат ал-асар. Енді үш түрлі көзқарас айтылды. Біреуі рух дененің ішінде болады, сондықтан азапты рух та шегеді, дене де шегеді. Бір көзқарас айтады, бір көзқарас бойынша тек қана азапты рух қана шегеді дейді. Ал бір көзқарас бойынша рух дене мен кебінің арасында болады дейді. Ва фи залика куллихи қад жаат ал-асар. Бұл үш түрлі көзқарасқа қатысты нелер келген? Риуаяттар келген, хабарлар келген. Алдыңғы ғалымдардан да осындай хабарлар жеткен. Сол себептен де осындай үш түрлі көзқарас туындаған. Енді уассахиху инда ахлил илм. Ілім иелері, ғалымдарымыз осы мәселеге қатысты былай дұрыс көзқарасты білдірген. Ан юқиррал инсану би азабил қабр. Ең дұрысы, адам баласы қабір азабының болатындығын не қылу керек? Сену керек, иман келтіру керек. Қабір азабына иман келтіру керек. Вала яштағила би кайфиятихи. Ал оның қалай болатындығына бас қатырмау керек. Ол қабір азабы рухқа келеді ма, әлде тәнмен азапталады ма, рух тәннің ішінде болады ма, сыртында болады ма, оған біз бас қатырмауымыз керек. Қабір азабының болатындығына иман келтіруіміз керек. Аллаху а'ламу кайфа якун. Сондықтан да бұл нәрсе сұраған кезде былай деу керек. Аллаху а'ламу кайфа якун. Оның қалай болатындығын ең дұрысын Алла біледі деп Аллаға тапсырған жөн. Ал біз шын мәнінде оның қалай болатындығын, оның ақиқатын барған кезде ғана білеміз. Әртүрлі көзқарастар бар, бірақ оның шын мәнінде қайсысы ақиқат, оны барған кезде білетін боламыз. Ал егер бір кісі қабірде мұнкар мен накирдің сұрақ қоятындығын жоққа шығарса, оған сенбесе, оның сенбеуінің екі себебі болуы мүмкін дейді. Екі жағдайда сенбеуі мүмкін дейді. Біріншісі, бірінші себебі, бұл ақылға сыйымсыз, ақылға қонымсыз. Яғни қабірде адам өлгеннен кейін періштенің келіп, оған сұрақ қойып, жауапқа тартуы, ол адамның ақылына сыймайды, қонымсыз. Және өйткені ол табиғат заңына қайшы деп сенбеуі мүмкін. Бірінші осы. Екіншісі, қабір азабы болуы мүмкін, періштелер мұнкар накир кеп сұрауы мүмкін, бірақ
оған дәлел жоқ деп айтса, бірақ оған дәлел жоқ. Болуы мүмкін, өйткені Алла құдіретті. Бірақ оған нақты дәлелдейтін дәлел жоқ деп, осы себептен сенбеуі мүмкін. Біреуі ақылға қонымсыз деп сенбеуі мүмкін, екіншісі болуы мүмкін, бірақ дәлел жоқ деп сенбеуі мүмкін. Енді осы екеуіне қатысты жауап береді. Фәин қала хаза ла яджузу ан тариқил ақыл. Егер ақылға қонымсыз деп оған сенбейтін болса, фәинна қаулаху юадди иля таътилин нубува. Оның бұл сөзі пайғамбарлықты жоққа шығаруға алып барады. Қабір азабының болуы, періштелердің келіп, мүнкар накирдің келіп сөйлеу, сұраққа жауап алуы, ондай нәрсе ақылға қонымсыз деп айтатын болса, бұл пайғамбарлықты жоққа шығаруға алып барады бұл сөз. Және ипталил муъжизати, мұғжизаны жоққа шығаруға алып барады. Лианна русула кану минал адамиин. Өйткені пайғамбарлар олар адам баласы еді. Мисла табиати гайрихим. Және олардың табиғаттары, жаратылыстары басқа адамдар сияқты. Пайғамбарлар олар періштелер емес қой. Емес адамнан бөлек жаратылыс емес. Олардың бәрі біз сияқты адам. Құранда да солай айтылған. Вақад шахадул малаиката. Бірақ олар адам бола тұра періштелерді көрді ғой олар. Демек періштелер бар. Ва анзала алейхим ал-вахя. Оларға Құранды түсірген, киелі кітаптарды түсірген кімдер? Періштелер. وانفلق البحر لموسى عليه السلام. Теңіз Муса алейхиссаламға хақ жарылған. Муса алейхиссаламның мұғжизасы. Ол Фирауыннан және оның әскерлерінен қашып келе жатқан кезде Муса және оның қауымы Алланың құдіретімен теңіз екіге бөлініп, хақ айырылып, ішінен жол пайда болған. Муса алейхиссаламның өзі қауымы солай Фирауынның әскерінен және содан аман қалған. Бұл мұғжиза ма? Мұғжиза. Васарат асаху су'банан. Оның аса таяғы жыланға айналған. Фахаза куллуху хилафу табиа. Айта берсек, бұлардың барлығы ол табиғат заңына қайшы нәрселер. Табиғат заңына қайшы нәрселер. Фамункару хаза яхруджу минал исламин хайсу дахала. Сондықтан бұл нәрселерді жоққа шығарған кісілер, олар исламнан, иманнан шығып кетеді. Бұл иманнан шығуға алып баратын не? Сұрақ. Яғни сөз. Ваин қала хаза яджузу валакин лам ясбут. Ал егер біреу қабір азабының болуы мүмкін, бірақ нақты дәлел жоқ деп айтатын болса, сол себептен сенбейтін болса қабір азабына, онда фанахну қад равайна минал ахбар. Онда біз хадистерді оған риуаят етіп беріп отырмыз, жеткізіп беріп отырмыз. Мафихи муқниун лиман самиаха. Яғни сол хадистерде естіген кісіге тұшымды, қанағаттанарлық нелер бар? Жауаптар бар. Қабір азабының болатындығына қатысты. وفي كتاب الله تعالى الله تعالى كتابында Құранда دليل على ذلك قبر азабының болатындығына дәлел бар. قال الله تعالى الله تعالى Құранда айтады: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Кім мені еске алудан, маған ғибадат қылудан, маған құлшылық қылудан бас тартатын болса, міндетті түрде оған қиын өмір болады. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Ал қиямет күні біз оны екі көзін соқыр қылып тірілтеміз дейді Құранда. Таха сүресінің 124 аятында. Енді осы аятқа қатысты قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ. Бір топ муфассир ғалымдар, тәпсірші ғалымдар бұлай дейді: Әл-маишату ад-данк азабул қабр. Бұл жерде қиын өмір дегені, маиша данка деп Құранда айтылған қиын өмір деп қабір азабын айтып жатыр дейді. Кім бізге сенбесе, мені зікір етуден, маған құлшылық қылудан бас тартатын болса, оған қиын өмір бар деп айтылды ғой. Сосын барып оны қайтадан тірілтеміз деді. Қиын өмір деген қабірдегі қиын өмір. Қабірдегі қиын өмірді басынан өткергеннен кейін Алла Тағала оны қайтадан не істейді? Қияметте қайтадан тірілтетін болады. Міне бұл қабір азабының бар екендігіне Құрандағы дәлел. قال الله تعالى
Юсаббитуллаху лазина аману бил қаули сабити фил хаяти дуnya ва фил ахира. Алла Тағала иман келтіргендерді осы дүниеде нақты сөзбен оларды бекем қыламыз, аяқтарын нық қыламыз, осы дүниеде және ақиретте. Яғни кімде-кім иман келтірсе, Алла Тағала оған иманын сақтап қалатын, ықыласы болатын болса, оған жәрдем береді. Сонымен қатар ақиретте оны біз аяғын бекем нық қыламыз деп отыр. Нақты сөзбен. Ақиретте аяғын нық қыламыз дегені ол қабірді айтып жатыр. Яғни қабірде періштелер келген кезде, жаңа айттық қой, Алла Тағала жоғарыда естеріңізде болса, үш жағдайда Алла Тағала өзінің құлының аяғын деседі нық бекем етеді. Олардың біріншісі өлім періштесі келген кезде, екіншісі қабірде, үшіншісі қияметте Алланың алдында есеп берген кезде. Міне бұл аятта қабір азабының бар екендігіне дәлел болады. Құрметті жамағат, бүгінгі сабағымызды осы жерде тамамдаймыз. Намаздың уақыты да келді. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла Тағала баршамызды қабір азабынан сақтасын, тозақ отынан сақтасын, қияметте жүздері жарық пенделердің қатарында болып, жәннатқа кіруді баршамызға нәсіп етсін. Бирахматика я архамар рахимин.